Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай жасалатын пирог пісіретін боламын. Үйдегі бар заттармен жасалады. Міне осындай өте әдемі болып көтерілген. Шаймен ішуге керемет кетеді. Ең алдымен бізге айранға ас содасын салып қойып қоямыз. Енді 2 жұмыртқаға қант салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксермен араластыруға да болады. Жақсылап осылай әппақ болғанша араластырамыз. Менде ағарды. Енді осыған айранымызды құямыз. Айран менде содамен реакцияға түсіп, осылай көтеріліп тұр. Видеода көріп тұрсыздар. Енді осыны жұмыртқалы массамызға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ұн қосамыз. Қопсытқыш қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалмайтындай біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Оған дейін біз алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Міне осылай біркелкі масса шықты. Пешті алдын ала қыздырып дайын қойып қоямыз, қыздар. Енді осылай формаға пергамент төсеп қойдым. Осыған құямыз. 180 градуста 35 минут піседі. Әркімнің пеші әрқалай болады, сол үшін тексеріп байқап отырасыздар. Және пирогқа өз қалауларыңызша курага, изюм қосуға болады. Менде шоколад бар екен, мен шоколадты қостым. Міне пирог пісті. Енді шамалы суытып алып, формадан шешеміз. Міне осылай өте әдемі болып көтеріліп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Тоғжан.